мынау әлемнің жүйесін жасаушы. Қараңыздар, күн батады, шығады, 4 мезгіл, бәрі Алланың құдіреті. Ешқайсысы теріс жүрмейді. Адам теріс жүрмесе, бұл нәрселер теріс жүрмейді. Жазда піспей, помидор айтпайды, қойш, қазір піспейм, күзде бірақ пісем, болмаса жазда көктемде еккен жаңағы алма айтпайды, биыл піспей қоям демейді. Бәрі Алла тағаланың әмірі. А біз ғой тыңдамаймыз, қарсы келеміз, нәпсі кереміз. Сол нәпсіге ергендігімізді, шайтанға лескенімізді ақтағымыз келеді. Біреуміз мен атеистпін деп қояды. Сен атеист болсаң, как будто ақырет болмайтын сияқты да. Дұрыс па? Ол ойлайды, мен атеистпін десем, яғни ақыреттен құтылып кетем деп ойлайды да. Жоқ, сен атеист болдың екен деп, сен тәңірші болдың екен деп, сен жаңа басқа болдың екен деп, ақырет болмай қалмайды. Ол болады. Просто сен нәпсімен ібілістің алдауында тұрсың, соны білмей тұрсың. А сен сол нәрсені парасаттылық, бір даналық деп өзің солай қабылдап тұрсың да жаңа. Сенен мықты ойшыл адамдар өткен, мықты қолбасшылар өткен, мықты көсемдер өткен. Сонда Құдайға сенген олар ақымақ болды ма? Жоқ. Біз қателесіп тұрғанбыз.